атасы өзінің баласын осы жаты ұсақ түйекке яғни ойыншықтары шашқанына, бұл яғни баланың психологиясын бұзады. Баласы аяп кетті. Өйткені әкесінің осы суретте әкесінің бейнесінен кейін эмоция, мысалы, көңіл-күйі уже түседі. Яғни мен екінші сурет салсам, бала бақытты болса, соңғы жағында мен көңіл-күйім көңілдірек болатын еді. Сондықтан бұл сурет бұндай көңіл-күй түсіретін аянышты фото сурет болып берілген. Құрметті жас суретші Ыбырайым Алихан, отбасындағы зорлық-зомбылықсыз Қазақстан тақырыбындағы сурет байқауына белсенді қатысып, шығармашылық қабілетіңіз бен отбасы құндылықтарына деген көзқарасыңызды танытқаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сіздің әрбір суретіңіз мейірім мен татулыққа толы бақытты қоғамның бейнесі. Өнер жолындағы талабыңызға табыс, оқуыңызға сәттілік, отбасыңызға амандық тілейміз. Шалқар аудандық полиция бөлімінің бастығы, полиция полковнигі Бақтығали Бауыржан Амантуревич.